Салем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен дәл осындай керемет восточный пирог жасайтын боламыз. Өте дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бізге керекті ингредиенттер: шекер, бір дана жұмыртқа және осындай сары май, разрыхитель ұн ғана қажет болады. Осылай електен өткізілген ұнымызға майымызды салып, крошка тәрізді етіп, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай жақсылап крошка етіп араластырып болғаннан соң, үстінен шекерімізді салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан соң, оның үстінен бір дана жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Жұмыртқамызды салып, одан соң разрыхителімізді, бір пачка разрыхителіміздің бір жарым чайный ложкадай разрыхителімізді осылай салып, ұнмен араластырып, жұмыртқамызды қосып араластырып, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Өте керемет болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Және де менің инста парақшама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай тиктокқа жазсаңыздар, менің тикток парақшамда шығады, оған да тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Қарапайым, өте жеңіл рецепттермен бөлісемін. Осылайша қамырымызды илеп, енді пакетке салып, 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Оған дейін осылайша тал жаңғақтарымызды осылай шағып дайындап алдым. Мейіздеріңіз болса, өрік қақтары болса, оларды салсаңыздар да болады. Менде осылай жаңғақ болғасын, тек жаңғаққа осылай сгущенканы араластырып, начинка осылай дайындап алдым. Енді дайын болған қамырымыздың азғандай шетін осындай пышақпен кесіп, бөлек алып аламыз. Бетін сәндеу үшін қажет болады бұл қамырымыз. Қалған қамырды дөңгелек етіп, оны оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Кішкене ұн себе отырып жаясыздар, себебі майы болғаннан соң еріп, қамырымыз жабысуы мүмкін. Осылайша ұнның көмегі арқылы қамырымызды жайып алдық. Енді осы қамырымызды осылай ішіне пергамент төселген осындай формамызға төсеп алдым қамырымды жақсылап. Енді оның үстінен начинкамызды құйып алатын боламыз. Енді осы начинкамыздың үстіне жаңағы азғантай бөліп алған қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып, оны да ұнның көмегімен жайып аласыздар. Және осындай форма пышақтарыңыз болса, осындаймен, не болмаса пышақпен кессеңіздер де болады. Мен осындай фигура шығаратын осындай кесетінмен кесіп алдым. Енді осымен барлығын кесіп алғаннан соң, енді осылайша барлығын пирогымның бетін сәндеп алатын боламын. Негізінде сәндемесеңіздер де болады. Мен бірақ осылай сәндегенді қаладым. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, арнамды жоғалта алмас үшін маған подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және де менің видеом ұнаған болса, лайк, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар.